Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрлайым. Бүгін үй жағдайында қайнатпалы крем жасаймыз. Бізге 200 грамм қант, 2 жұмыртқа және де 50-60 грамм жүгері крахмалы қажет. Таза ыдысымызға 200 грамм қантымызды салып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қайнатпалы кремді біз медовик тортына және де эклерға қолдансақ, өте дәмді болып шығады. Жұмыртқа мен қантымызды араластырып болғаннан кейін, оның үстіне 50-60 грамм жүгері крахмалын салып араластырамыз. Егер сіздерде үйлеріңізде жүгері крахмалы болмаған жағдайда, оның орнына електен өткізілген ұнды қоссаңыздар да болады. Жүгері крахмалы немесе ұнның бізге сұйық консистенциямыздың қоюлануы үшін қажет. Сол уақыт аралығында баяуотта сүтімізді отқа қоямыз. Сүтімізді толық пісірмей, бетіне қаймақтана бастаған кезде, оны жұмыртқаның үстіне құямыз. Жұмыртқа пісіп қалмау үшін тезірек араластырып, бір келкі масса жасап аламыз. Осы сұйық консистенцияны сүтіміздің үстіне құямыз. Сүтіміздің үстіне құйып алғаннан кейін, өте баяу отта араластырып тұрып, кремімізді жасаймыз. Қатты отқа қоймаймыз, креміміздің түбі күйіп қалуы мүмкін. Сол себепті баяу отта осылайша араластырып тұрып, кремімізді дайындаймыз. Мінекей біздің креміміз дайын болып қалды. Дайын болған кремімізді құрғақ ыдысқа құйып аламыз. Құрғақ ыдысымызға құйып алғаннан кейін бөлме температурасында бетіне осылай пищевой пленканы жауып қойып, егер де пищевой пленка болмаса, қарапайым целлофан қолдансаңыздар да болады. Бөлме температурасында осы кремімізді суытып аламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз, ішіне ауа қалдырмаймыз. Мінекей біздің креміміз дайын. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, өте дәмді болып шығады. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен Нұрлан.